30 жыл бойы тиімді саясаткердің тиімді болғанын қаладық, бірақ ондай қандай неге алып келгенін біз көрдік. 2022 жылы қаңтар оқиғасы болды. Яғни бізде бірінші кезекте саяси лидер, саяси көшбасшы, саясаткер әділ болған дұрыс. Әділ негізі жемқор адам сол әділдіктен қорқады ғой. Сондықтан әділ басшы болса бізге тиімдірек. Әділ басшы болған кезде ғана бізде халықтың әлеуметтік жағдайы артады. Одан кейін елде заң және тәртіп орнайды. Әділ басшы болған кезде ғана. Әділдік ол тек өзінің қарамағындағы, қол астындағыларға ғана емес, өзіне бірінші кезекте әділ болу. Бұл мұндай мысал бізде тарихта, адамзат тарихында болған. Мысалға Сингапурды алайық. Сингапурдың көшбасшысы Ли Куан Ю. Ол тек өзінің қол астындағыларға ғана әділ болған жоқ. Ол өзіне, яғни өзінің отбасына да әділ көзқараста болды. Яғни ол кісі айтқан ғой кітабында, үшінші әлемнен бірінші әлемге деген. Менде екі жол болды дейді. Біріншісі отбасымды байытып, Форбсқа енгізу отбасы мүшелерін. Екіншісі халқымды байыту. Мен екінші жол таңдадым дейді. Сондықтан осы жолда бізде осы жолмен жүргеніміз дұрыс сияқты. Бізге әділ басшы керек. Әділ басшы болған жерде экономикалық даму да болады, дамыған елдерге де қосыламыз болашақта.